бір күні өте қарапайым киінген, жүдеу көрінетін әйел азық-түлік дүкеніне келді. Солғын тартқан өңімен, мұңды назарымен дүкен иесіне қарап, күйеуінің ауыр бір дертпен төсек тартып жатып қалғанын және үйінде 7 баласы аш отырғанын айтып, көмек сұрады. Ал дүкенші болса, оған мұрнын шүйіріп, «Ей, тіленші қатын, дүкенімнен шығып кет» деді. Әйел байғұс дүкеншіге тағы да жалына бастады. «Ең болмаса, қарызға беріңізші. Балаларымның естиярларын қарнын тойғызып, адамдардың есігіне қызметшілікке жіберемін де, тапқан ақшаларын сізге келіп беріп, қарызымды үземін», деді жалынышпен. Дүкенші сонда да аяушылық танытар емес еді. Екеуінің сұхбатын дүкеннің сыртында тұрған бір кісі естіп, дүкенге кірді де сатушыға, «Оның қарызын қайтаруына саған мен кепіл болайын, айтқандарым бер» деді. Дүкенші жақтырмай қатқыл үнмен әйелге, «Керекті азық-түліктің тізімі бар ма?» деп сұрады. Әйел басын изеді. Дүкенші, «Олай болса, сол тізім жазылған қағазды таразының бір жағына қой, екінші жағына сол қағаздың салмағына тең келетін нәрселер ғана аласың» деді мысқылмен. Әйел үнсіз ғана киімінің қалтасынан қағазын шығарды да таразының бір жағына қойды. Сосын қажет азық-түліктер алып, оларды екінші жағына қоя бастады. Сол кезде таңғажайып оқиға болды. Таразының қағаз қойылған жағы заттар қойылған жағын басып кетті. «Бұл қалайша? Мүмкін емес», деп таңданды сатушы. Кепіл кісіге көздері шарасынан шығардай қарап, әйел өзі қалағанша азық-түлік алды. Таразының қағаз қойылған бөлігі де ауыр тартып тұра берді. Дүкен иесінің амалы құрып, уәдесін бұза алмай, заттарды есептеп сөмкелерге салып, әйелдің қолына ұстатты да, өзі жалма-жан қағазды қолына алды. Ол қағазға қарап еді, онда азық-ауқат тізімі емес, мына сөздер жазылған екен: «Я Аллахым, менің неге мұқтаж екенімді менен гөрі сен жақсы білесің. Сондықтан өзіңе тәуекел еттім. Өзіңнің аманат етіп берген балаларымның ризығын маған жеткізіп бер». Дүкенші есінен танып, құларды